Assalamualaikum. Qaysa? Nasılsın? Жүрген кеш сағат 8 болғандық па? Жеміс жұмыс кестесі неште? Жұмыс кестесі. Мен азаматтық активистпін мен. Азаматтық активистпін да. Жұмыс кестесі неште бітті көргеді аға? Қазір сағат неше болды? Неге? Рұқсатым болғанда рұқсат шарт емес бұл жерде мен тексеру. Сіздерге елбасының несі не алмай ма деме? Қызықтырмай ма сіздерге? Артық мөлшерде істеуге тыйым салынған білесіз ба? 8 сағаттан артық, аға? Тыйым салынған білесіз ба? Артық мөлшерде. Или бөрді жемқорлық саясат қылып ма? Кешкі сағат 7-ден кейін. Білесіз ғой, қазір сағат 8 болды. 1 сағат артық мөлшерде қазір жұмыста отырсыздар сіздер. Біз әр сағат мөлшерде артық отырып жұмыс істеп отырмыз. Жұмыс істеп отырсыз. Жұмыс істеуге тыйым салынған 7-ден кейін. Жоқ. Или Бақтасановқа апарайын ба осы видео таспаны, сіздерге іс шарасын қолдансын ба? Сізге кім рұқсат берді вообще? Жоқ, ішін рұқсат керек емес бұл жерде. Мемлекеттік мекемеде сіз... Мемлекеттік мекеме бұл жерде дұрыс. Мемлекеттік мемлекет. Онда сотқа шағымдаңыз онда. Осында келді. Аты жөніңіз кім? Сіз бірінші таныстырыңыз, кім боласыз? Бірінші кіріп тұрғансыз, бұл мекеме... Жоқ, сіз менен сұрадыңыз ба? Жоқ, мекеменің жұмыскерімін мен да. Жұмыс кестесі сағат 7-ге шейін, ана жерде жазылып тұр, Жоқ, аты жөніңіз жұмыс кестесі. Мен айту шарт емес, мен азаматтық активистпін. Онда шақыр онда. Тиісті адамды шақыр онда. Аты жөніңіз нөлде звондасың? Звондасын. Әрине звондасын. Мен одан қашпаймын мен. Бұл жерде артық мөлшерде неге ғимарат қолданыватсыздар бұл жерде? Соған жауап берсеңіздерші бір минут. Бабашев Мадияр анасы Олла дейді. Бөлім басшысы жеке азамат. Сіздер кешкі сағат 7 астында мен қазір көріп отырмын, басқарма басшысы да отыр екен. Менде бино таспа кетіп отыр. Сіздер неге? Или жемқорлық бірдеңкемен айналысып отырсыздар ма бұл жерде? Қызметкерлер, чиновниктер неге отырсыздар бұл жерде? Сіздерге елбасының или заңнамасы или сіздерге қыстырмай ма? Аға, сізге анау мемлекеттің несін өшірсеңізші. Кеш сағат неше болды қазір? 8 болды. Сіз сағат 7-ге шейін отыру шарт еді. 8 сағаттан артық отыруға тыйым салынған ғой. Или заң қыстырмайды десеңіз, айтыңыздар сіздерге қыстырмайды. Сіз басқарма басшысы ба сіз? Жоқ. Мекеме басшысы кім? Не осы сіздер? Мен ертең Бақтасановқа іс жүзінде заңды түрде шарасын қолдануды талап етемін бұл кісіні. Болмайды бұл сіздерге отыруға. Өткенде бір 15 күн алдым Ленин жолының әкімшілік ғимаратында 3 чиновник ұстап алған бейсін. Заңды түрде шарасын қолдандырғызам мен. Сіздер отыруға болмайды сіздерге бұл жерде. Бұл жерде жемқорлық қыласыздар ма? Или сіздер қағаз жүзінде басып. Давай жинастырыңыздар. Болмайды сіздерге бүйтіп отыруға. Болмаса Түркістандық әкімшілік неге барамыз болмаса? Жаққа хат жолдаймын мен осы видеоны таспа болса, бізде осындай тірлік болып жатыр деймін. Давай тоқтатыңыздар жұмыс әрекеттеріңізді. Неге кеш сағат 7-ден кейін отырсыздар бұл жерде? Ғимаратты босатыңыздар. Артық мөлшерде сіздер тоқты ысырап қылып, сіздер мемлекеттің несін қолдануға құқықтарың жоқ сіздер болған. Давай ғимарат босатыңыздар. Міне, мына жерде Дүйсебаев та Мирзақ дейді. Бейсенбі күні 10-нан 12-ге шейін бұл кісілер не істеп отыр сонда бұл жерде? Біреуге құжат басып отыр ма? Ғимаратта артық мөлшерді қолдануға тыйым салынған ғой. Аға, өшірдіңіз ба? Мәліметтік бағдарлама неңіз, базаңыз өшірін. Басқарма басшысы кім, аты жөні?
Басқарма емес, бөлім басшысы. Бөлім басшысы, жарайды. Бөлім басшысының аты жөні кім болады? Тасов Әшірбай. Кім? Тасов Әшірбай. Ташылып Әшірбай, ол кісі сіздерге кеш сағаттан 7-ден кейін рұқсат беруге сіздерге қағаз жүзінде тапсырды ма? Отыруға рұқсат берді ма ол кісі? Или сіздер өз дегендіктен отырсыздар ма бұл жерде? Ондай болмайды, ағайындар. Кеш сағат 7-ден кейін отыруға болмайды. Оны жақсы білесіңдер өздерің. Мына жақта жоқ па? Абай, ғимаратты босатыңыздар. Бұл жақта точно жоқ шығар бұл. Спорт алаңын неге мектеп ғимараты кешкі неден кейін қолданып отыр бұл? Ассалаумағалейкум. Мен азаматтық активист болам. Сіз неге кешкі сағат 7-ден кейін ғимаратты қолданып отырсыз? Босатыңыз здание. Кес. Или бақтасаныққа айтып сіздерге үстеріңізді іс шарасын қолданып керек па? Или мына мекеме басшысы сіздерге күш қолданып жатыр ма? Жұмыс істеңдер деп. Елбасының несін тыңдамаңдар деп. Солай кетіп жатыр ма бұл жерде, аға? Ол тірлік болмайды ғой, ят болады ғой. Шығыңыз ғимаратты босатыңыз. Ан жерден қарсам бүкіл здание жарық түсіп жатыр. Сырттан қарсам. Босатыңыздар, болмайды, ят болады ол. Осындай біздің мекеменелер, осындай заңсыз сағат 7-ден артық. Қазір сағат 8:30 болды жүр. Мен келмесем бұл кісілер отырайын деп тұр 12-ге шейін. Бұл жерде кім түсіндіріп береді дегенде ғой. Жемқорлық кетіп жатыр ма бұл жерде? Или саясат не жатыр ма? Коррупционный тірлік істеп жатыр ма екен бұл жерде? Оны халықтың өзі айтар жатар оны. Осы ғимараттың ішіне артық мөлшерде қолданып жатыр. Ертең бұны бақтасандыққа жұмсаймыз. Заңды түрде іс шарасын көруін сұраймыз одан. Так, заңды түрде іс шарасын көруін сұраймыз. Ертең бақтасандықтан. Аға, ғимарат босатпайсыздар ғой, осы заң талабына бағынбайсыздар ғой, солай ғой? Жоқ, сіз кімсіз? Жоқ, солай ғой, Жоқ, сіз кімсіз? Мен азаматтық активистім деп отырмын сіздерге. Аты жөніңізді айтсаңызшы. Аты жөнін айту шарт емес. Оны бақтасандық арқылы, болмаса анықтап арқылы. Сіз бері қараңыз, азамат. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мақтарал ауданының білім бөлімінен хабарласып тұрамын. Мақтарал ауданының білім бөлімінен хабарласып тұрамын. Мақтаралға қалай түсем? Ошы, яғни, ел басымыздың айтқан сөзі сіздерге қыстырмай ма сонда? Жоқ, ел басының сөзі емес бұл жерде. Жоқ, бопты, Конституция заңнамасы сіздерге қыстырмай ма? Жоқ, қыстырмайды емес. Еңбек кодексі бар бізде. Еңбек кодексі, Бізге бүгін қызметтік қажеттілікке байланысты біздің бұйрығымыз бар. 2 сағатқа жұмыс уақытысы ұзартылсын. Бәрі заңда. Сол шешіммен таныссам бола ма? Жоқ, сіз кімсіз сонымен танысам? Мен азаматтық активистімін мен. Сіз қара. Сіз мемлекеттік мекемеге кіруге құқыңыз да жоқ. Неге? Көрсетіңізші онда. Құқыңызды құжаттарыңызды көрсетіңізші. Жоқ, сіз бірінші таныстырсаңызшы мені сонымен. Жоқ, сіз кіріп бопты, қазір сізге ешқандай президентті қоймаймын да, бірақ ертең бақтасандықтың алдында сіз шақыртыңыздар. Мені шақыртасыздар ғой. Сізді шақыртқан кеш сағат 7-ден артық сіз мөлшерде жұмыс жасаған үшін заң жүзінде жауап бересіз оған. Жоқ, заң жүзінде жауап бердім де білем. Оған барлық бұйрыққа сай. Бұйрығы бар, оны білесіз.
сәйкес жұмыс істеп жатыр. Бұйрыққа сәйкес бөлім басшысының бұйрығы да бар. Сіздерге бөлім басшысы, басқарма басшысы сіздерге мысалы кешкі сағат 7-тен кейін істеуге рұқсат берді ме ол кісі сізге? Жоқ, қызметтік қажеттілікке байланысты бүгінге, именно бүгінге қызметтік қажеттілікке байланысты жұмыс уақытын 2 сағатқа ұзартылсын. Сол 2 сағатқа ұзартылғанда кім шешімі ол? Қосымша ақы төленсін деген бөлім басшысының бұйрығы бар. Кім? Сіз бөлім басшысы кім, аты жөні? Сол бұйрық бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз. Біз қызметтеміз қазір да. Бірақ енді сіз баса көктеп біз мемлекеттік мекемеге кіруге хақыңыз жоқ. Кез келген мекемеге мен мен ішкі істер органдарына кіре алмаймын мен. Қалғанына кіре аламын. Халық қызметкеріне кіре аламын. Халық қызметкер мемлекетіне кіре аламын мен. Жоқ, кірсеңіз де. Мысалға мен мемлекеттік мекеменің қызметкерімін да. Сіз кірген мақсатыңыз бойынша сіз өзіңіз мен кірген мақсатым сізге айта өтейін. Кеш сағат 7-ден артық мөлшерде жұмыс жасауға тыйым салынған, дұрыс па? Сіз өзіңізді бірінші таныстыру керексіз. Одан кейін мақсатыңызды айту керексіз. Сіз өзіңізді таныстырмай кіріп келдіңіз да, міне мен осы. Мен азаматтық Қазақстан Республикасының азаматымын деп жатырмын сізге. Жоқ, азамат екеніңізді көріп тұрмын. Дәлелдесеңізші, қане құжатыңыз? Мен дәлелдеймін. Сіз қандай чиновниксіз? Мен қайдан білемін? Мүмкін сіз террорист шығарсыз, біздің мекемеге. Оны 102 шақырып анықтаңыз онда. 102 шақырып жатырмын мен қазір. Шақырыңыз. Егер менікі дұрыс емес жағдайда болса, мен, пожалуйста, мен одан қашпаймын. Сотқа беріңіз. Мүмкін сіз қылмыскер шығарсыз. Болды. Мүмкін террорист шығарсыз. Сол үшін 102 мекеме есік ашық тұр. Бүкіл шамы жанып тұр зданияның. 3 этаждық зданияның шамы бар, жанып тұр. Мен соны көре біле, сағат 8:30 шамасы болды, 8:30 болды, 8:30-нан артық 7-тен артық мөлшерде ғимараты қолданған үшін мен сұрауға келдім бұл жерде. Неге сіз ғимараттан елбасының несі бойынша, жария бойынша сіздер неге ғимарат артық мөлшерде қолданасыздар деп сіздерден сұрақ алуға келген бұл жерде. Сұрақ алатын сіз тергеушісіз бе? Таныстырсаңызшы, не үшін сұрақ алайын деп тұрсыз? Мен азаматтық активистімін деп жатырмын сіздерге. Мен сіздерге түсіндіріп айтып жатырмын. Оны егер мен іс әрекетім дұрыс емес болса, шақырыңыз. Кімге қоныстың? Иә. Мақтарал полиция бөлімімізі, мен Мақтарал аудан бөлімінен хабарласпын. Біздің мекемеде бір азаматтық активистпін дейді, өзінің сотысының жоқ, кешкі сағат 7-тен артық сіздер неге қолданасыздар ғимаратта? Маған соны жауап беріңізші. Мүмкін қылмыскер ма, кім екенін білмейді. Соны келіп анықтап берсеңіз. Болды, анықтасын, болды. Мен одан қашпаймын, өшеде тұрамын. Кесін. Келіп анықтап берсеңіздерші. Кесін. Одан қорықпаймын мен. Кеш сағат 7-тен артық сіз ғимаратты қолдануға сіз рұқсатыңыз жоқ сіздің. Білесіз ба, мен сол мәселе бойынша сізге кез келген Қазақстан Республикасының азаматы сізді кеш сағат 7-тен артық қолданған үшін сізге шара қолдануға құқылы. Соны білесіз ба сіз? Или елбасымыз сіздер несі шешімдер нелер сізге қызықтырмай ма? Соны айтып беріңізші маған. Сіз аты жөніңіз кім? Мен таныстырамын өзі аты жөнімді. Бірақ сіз қай мекеменің несі екенсіз айтып берсеңізші маған, чиновник екенін. Мен чиновник емеспін. Мен мекемеде тұрғанды көріп тұрсыз. Қызметте екенді көрдіңіз, дұрыс па? Қызметте, иә. Менің қызметкер екенді көріп тұрсыз. Оған көзіңіз жетіп тұр ғой? Жетіп тұр. Ал мен сіздің кім екеніңізге көзім жетпей тұр да? Мен осы Мырзакент тұрғынымын деп жатырмын. Аты жөніңіз кім? Аты жөнін не істейсіз? Жоқ, сіз аты жөніңізді айтсаңызшы, мен білмей тұрмын. Мүмкін сіз қылмыскер шығасыз, может бұл жерден қашып келе жатқан шығарсыз. Мен қаяқтан білейін оны? Сіз өзіңіз таныстырсаңызшы. Қашып келе жатқан аға біріншіден бұндай жерге кірмейді. Жоқ, кірсін, кірмесін, сіз таныстырыңыз өзіңізді. Таныстырамын. Сіз бірінші өзіңіз таныстыра аласыз ба? Мен ба? Сізден кейін таныстыра аламын мен өзімді. Сізден кейін өзімді таныстыра аламын. Пожалуйста, мен одан қашпаймын мен. Мен жеке куәлігім бар одан. Міне, басымды растайтын құжатым бар, міне, басымды растайтын, міне. Көріп отырсыз? Жоқ. Сіз менің жеке мүлкімді түсіруге құқыңыз жоқ. Жоқ, камераға көрсетіңіз. Сіз менің жеке мүлкімді түсіруге құқыңыз жоқ. Неге? Онда көрсетпеймін онда. Былай жақ көрсетіңізші. Сіз ана камераңызбен түсіруге құқыңыз жоқ. Жоқ, құжатыңызды түсіріп тұрған. Мен де сіздің де құжатыңызды түсіре алмаймын керек болса. Мен де сотрудниктерімнің де құжатын түсіре алмаймын керек болса. Білесіз бе, ол үшін тыйым бар екен? Иә. Сіз менің жеке басымды құжақтай алмайсыз. Я жүзегін шақырдың қазір. Шақыр болды. Иә. Міне. Көріп отырсыз ба? Утелов Роман Жақсылыкович, 16.04.86 жылғы.
қазақстан республикасының азаматы. Иә, азаматымын. Мен кез келген Қазақстан Республикасының азаматы құқылы сіздерден сұрақ алуға. Сұрақ алуға? Мына артық кешкі сағат 7-тен артық сіз қолдануға деген сұрағыңыз дұрыс болмай тұр. Неге? Сұрақ алуға тек неге? тергеу органдарының ғана құқығы бар. Жоқ, сұрауға құқылы деп жатырмын мен. Сұрауға құқылы. Дұрыс па? Мен сізге жауап беремін. Жауап беремін. Менің қызметте отыру себебім бүгінгі қызметтік қажеттілікке байланысты білім бөлімшесінің бұйрығы бар, еңбек кодексі бар оған. Еңбек кодексінің 110 бабына сәйкес түнгі уақытта жұмыс атқарған үшін деген бап бар. Сол үшін біздің уақытымызды 2 сағатқа созып. Дұрыс, осы қосылған артық мөлшерде сағат жүйесінде оған заң бар. Бірақ сол заңды әшкерелейтін құжатпен расталатын бар ма сіздерде негізі? Құжат растала ма сода? Бар ма? Құжатпен расталады. Растала ма негізі? Расталады, бұйрығымыз бар. Осы мекеменің басқарма басшысы сіздерге шешім шығарып берген ғой сондай. 2 сағат мөлшерде қызметтік ақыңызды төлеймін, сіз қызметіңізді тек қана бүгінгі күнге 2019 жылдың 5 наурызында. Нешке шейін сонда сізге 9-ға шейін белгілеп бердім осында? 9-ға шейін белгілеп берді. Қазіргі сағат неш болды? Қазір сағат 8:35 болды. 8:35 болды. 25 минут уақыттарыңыз бар да, егер соны әшкерелейтін құжаттарыңыз бар ма соны? Бар, құжатымыз бар. Мысалы мен сенбей отырмын да мысалы. Мен сенбей отырмын. Сенбеу емес. Қалған жағыңызға шағымдана беріңіз. Ол шағымдана мен тиісті орынға мен шағымданамын. Мысалы қараң, мына жоғарғы 2 қабатты здания, жоғарғы 2-3 сіздерге тиісті емес қой ешқандай. Бұның төбесінде толып жатыр екен чиновниктер. Қазір мен көре сал қашып жатыр бәрі. Мысалда 1-ші этаж ғана бізге тиесілі. Сіздер ЖТК-ма сіздерді? Қандай мекеме сіздерді негізі? Білім бөлімі. Білім бөлімі салатынды. Значит, төбедегілер ғой, значит, маған просто хабар